Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен RenderForce программасы арқылы қалай видеоны монтаждау керек, сол туралы бөлісейін деп отырмын. Googleға барамыз, осы жерден жазамыз, RenderForce бесплатно деп жазсаңыз. Бірінші шыққанын аша береміз. Басында қайсысы шықты, соны. Онан кейін Google'a кіресіз да, тіркелесіз. Google арқылы кіресіз. Онан все шаблон дейді, барлық шаблондар шығып тұрады. Жоғары жағында тіркелген атыңыз бар, сол жерге кіріп видеоны басыңыз. Сонан кейін мына жерден анимация деген бөлімге барсаңыз, неше түрлі анимациялар көрсетіп отыр міне. Осының ішінен 3D анимация дегенді таңдаймыз. Одан кейін сізде қандай слайдтар, дайын слайдтар береді, соны біреусін таңдап аласыз. Дайын слайдтарын. Создать слайд дегенді басасыз. Одан кейін бастаймын дегенді. Міне сізде с нуля жаңадан жасайсыз ба, жоқ текст жазыңыз, историяңыз, соны дайындап береміз дейді. Астына дайын слайдтар тұр. Өзінің жаңа мамандығыңа да байланысты, өзіңді таныстыру, бизнесін таныстыру, сайттарда жұмыс істеу туралы неше түрлі. Осы жерін ұнағанын таңдап аласыз. Қалай шығатыны туралы міне видео көрсетеді. Видеоны көріп шықсаңыз болады басынан аяқ. Одан кейін настройка жасау дейсіз. Осы шаблонды таңдап алдыңыз. Следующий дегенді баса беріңіз. Сонда сізге шаблон келіп түседі да, астында PowerPoint сияқты жеке-жеке осыда қаншама бет бар, соның бары шығып тұрады. Енді бірінші бетке барасыз, жазудың үстін басасыз, осылай жазуын жазасыз. 100 дегенге барып, жазуды сәл көбейтіп аласыз. Екіншіде жұлдыз жатыр, ол ақыл деген сөз. Заменить дегенді басасыз, жанына қарап. Ол адам керек жоқ, маған әйел адамды таңдаймын. Сол үшін жанында персонаж женского пола дегенге барамда, әйел адамды басып, осыны таңдадым. Келіп маған тұрды. Енді жазудың үстіне барып басамда, жазуды түзеймін. 100%-дан сәл жоғарылаттым. Сохранить, закрыть деймін. Келесіне барам. Маған қажет жоқ болса, удалить дегенді басамда, бұл бетті өшіріп отырам. Бұл да қажет жоқ, өшіріп отырмын. Астына барасыз да, өшіріп отырасыз. Енді маған не керек? Қосымша болған беттерді қоссаңыз болады. Соны плюсті бассаңыз, осы жерден все деп тұрған жерде бүкіл нәрселер тұр, қарасаңыз не керек? Сізге транспорт керек па, недвижимость, үйлер керек па, жаңа жұмыс орныңызға банк, мектеп таңдап аласыз ба? Онан кейін оқушы ер бала, оқушы қыз бала, әйел адам, ер адам дегендер бар. Маған видео керек, міне видеоны таңдап алдым. Енді видеоны дайындап қойған видеомды загрузить, үстіне барамда загрузить деймін. Дайындап қойған видеомды, видеоның минутын қарайсыздар, 18 секунд, 13 минут, 13 секунд деп сөйтіп тұрады, 1 минут деп. Соған лайықтап видеоны алдын ала түсіріп дайындап аласыз енді. Енді мен видеомды әкеп қоямын. Бұл видеом шағын ғана болу керек. Обработка жүріп жатыр. Келесі беттер таңдап алдым да, ең соңына әкеп суретті таңдап алдым, суретті қойдым. Видеомды қойғаннан кейін тақырыптар жаздым. QR кодпен тапсырманы орналастырдым. QR кодтағы тапсырманы ашу үшін бірінші QR код бесплатно деп Play Market'тан телефонға қондырып алу керек. Сол арқылы мына тапсырманы бала оқиды. Бетті тоқтатып тұрып, үлкейтіп QR кодты соткамен ашса, тапсырма ашылады. Балаларыңызға ашып беріп көрсеңіздер болады. Тапсырма жіберілген кезде. Енді бұл келесі менікі дайын болды. QR кодын келесі бетке барып басам, жазудың үстін басасыз, соның кейін жазуды жазасыз. Білім инемен құдық қазғандай. Мақал қойып қойдым. Тағы да бір бет керек болды маған. Оған қыз баланы таңдадым. Міне, сол қыз балаға соңына қойдым. Сау болыңыздар дегенді. Өзінде жаңа соңғы беті бар болатын бұның. Қазір мен асығыс жасап отырмын енді.
Одан кейін мында бесплатно дегенге бар, быстрый просмотр, тез қарау дегенге барасыз. Осы жерде күтесіз біраз. Күтіп тұрыңыз, тез басып жүрмеңіз үстіне. Күтіп тұрсаңыз, осындай беттер өзі шығады. Енді мына толу керек не, 62%, 1%, 2%. Оны күтпей-ақ свернуть етіп қойсаңыз да болады, өзі немесе ұзақ күтесіз бір шама. Осы бет шығады, міне менің слайдтарым дайын көрсетіп жатыр. Енді мына оң жағында тіркелген жеріме барам мен бұны. Оң жақтағы тіркелген мына сары қызыл нүкте тұр ғой. Сол жерге барасыз да, менің аты жөнім тұр, видеоға кіресіз. Видеоның үстін бассаңыз, қазір шығады. Толық оқығанша күте тұрасыздар бұл беттерді. Соның мына жағында, оң қол жағында тағы скачать деп тұр ғой. Соның үстіне барып басасыз. Сол қол жақта, төменгі жақта міне көшті. 3D Free деп. Енді мен бұл бетті свернуть етіп қоямын. Рабочий столға кіресіз. Загрузки бөліміне барасыз. 3D деп ашылды. Видеомды ашып көрім. Міне, видеом дайын менің. Басқа да программаларды жоғалтып алмас үшін тіркеліп лайк басып қойыңыз. Сау болыңыздар.